Көкөніс рагу қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы 18 дана өнім, көкөніс рагуын, грамм өсімдік майы, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық ұн, 2 дана пияз, текшелеп туралған қызанақ, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Дайындалған және тоңазытқыштан суытылған көкөніс рагуына жұмыртқа, ұн қосып, қара бұрыш пен тұз себеміз. Сонан соң бәрін мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді салмамен тығыз толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік табаға өсімдік майын құйып, жартылай дөңгелектеп туралған пиязды аз уақыт қуырамыз. Текшелеп туралған қызанақты қосып, 2-3 минут қуырамыз. Енді саланганиді тігінен және бір-біріне тығыз етіп орналастырамыз. Оқыппен жоғарғы деңгейіне дейін қайнаған су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап қақпағын жауып, 15 минут бәсең отта пісіреміз. Саланганиді абайлап, түбінен демей отырып ыдысқа салыңыз. Тағамды ыстық күйінде қалауыңызша тұздықпен ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.